Сәлем баршаңызға достар, бүгін біз сіздермен балалардың сүйіп жейтін өте дәмді сүтті коржикті дайындайтын боламыз. Каналдан алыстамай менімен бірге болыңыздар, өте оңай. Ең алдымен бір жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, үстіне қантымызды саламыз. Және қантымыз ерігенше шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Менің сары майым қатты болғандықтан газ отқа ертіп алдым. Тағы да бір жақсылап араластырамыз. Кейіннен үстіне сүтімізді құямыз. Бұл жерде сүттің температурасы маңызды емес, сүт салқын болса да бола береді. Кейіннен үстіне жақсы дәм беру үшін ванилин немесе ванильді қант және 1 шай қасық разрыхлителімізді саламыз. Сондай-ақ ұнды міндетті түрде електен өткізіп өлшеп саламыз және барлығын жақсылап шанышқының көмегімен араластырамыз. Біздің қамырымыз қоюлана бастағанда, енді қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болған сәтте салафанға салып, тоңазытқышқа 20 минут уақытқа қалдырамыз. Сол кезде біздің қамырымыз қолға жабыспайтындай болып қатаяды. Тоңазытқыштан алған қамырымызды бірден үстіне азғана ұн сеуіп, оқтаумен елейміз және осындай форманың көмегімен дөңгелек печеньяның формаларын жасаймыз. Мінекей, қалыңдығы осындай болғаны жөн. Егер сіздерде бұндай дөңгелек форма болмаса, кез келген стақанның немесе кішкене пиала кесенің көмегімен формаға келтірсеңіздер болады. Жалпы бұл печеньяның формасын өз қалауыңызша жасасаңыздар болады. Және де қалған печеньяның қалдық қамырларын тастамаймыз. Осылай дөңгелетіп, тағы да печеньелерді толықтай жасап шығамыз. 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіп шығады. Мінекей, өте дәмді балалар сүйіп жейтін печеньеміз дайын.